Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен онлайн уақытында Өскемен қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің биология пәнінің мұғалімі Имашбаева Гүлжайна Ашанқызы семинар өткізеді. Тақырыбымыз популяция, экожүйе және биосфера тарау бойынша қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру. 9 сыныптың тарау бөлімі. Бағалау оқушылардан сабақ соңында қандай нәтиже күтетініңізге негізделеді. Мұғалім өз жоспарына оқушы осы сабақта не істей алу керек, оқу мақсатын игеру барысында бөлімдер арасындағы үздіксіздік қалай жүзеге асатынын ойластырып, оны қалай бағалаймын деген басты сұрақтарды қоя отырып жоспарлау жүргізсе, сабақ тиімді жүзеге асады. Сіз сабақты дұрыс бағалау үшін сабақ мақсаты келесі талаптарға сай болуы керек. Оқушылардың тапсырмаларды ақпаратты игеру жылдамдығына қарай дағдының икемделуі. Яғни, сабақ мақсатының бәріне түсінікті өлшемі болса, сол арқылы оқушының оқу мақсатына жеткен не жетпегендігін анық біле аламыз. Әдетте, сабақтағы тапсырмалар мақсатпен айқындалады. Тапсырмаға қарай мақсат құрылмайды. Мақсат үнемі бірінші кезекте болуы керек. Сабақта қойылған мақсат оқушыларды маңызды ең керек дағдылатқа үйретуі керек. Кез келген жағдайда сабақта өзіңіз сенімді болатын, тиімді нәтиже бере алатын әдістерді жоспарлауды іріктеңіз. Сонда сіз нақты нәтижеге жетуіңізге сенімді бола аласыз. Қазір оқушылар су маңындағы экожүйені зерттеуде. Тапсырманы орындау барысында оқушылар Гарнердің интеллект тесті бойынша жұмыс жасайды. Саралап оқыту жүргізіледі. Оқушылардың қызығушылығына қарай экожүйедегі ағзаларды бояйды. Кейбір оқушылар тек санайды, математикалық есептеулер жүргізеді. Бұл жұмыс берілген дескрипторлар негізінде құпия дос әдісімен қалыптастырушы бағаланады. Құпия дос мұғалімнің шығармашылығымен әр түрлі жолмен таңдалуы мүмкін. Бүгінгі сабақта мұғалім оқушыларға құпия достың атын жазып, өзі белгілеп береді. Бұл бағалау әдісі оқушылардың қызығушылығын арттырады. Себебі, кімнің жұмысы бағаланып тұрғаны белгісіз болғандықтан, құпия достың берген кері байланыстары негізінде оқушылар өз жұмыстарын мұқият қарап, ұсыныстардың кімге бағытталғандығын іздейді. Құпия оқушы әдісін қолдану үшін оқушыларға әдістің шарттарымен және өту рәсіммен таныстырылу керек. Қандай критерий бойынша бақылау жүргізілетіні де баяндалынады. Содан оқушылар белгілі бір уақыт аралығында өзара түрлі жағдайда бақылау арқылы парақшаны толтырады. Тек кім-кімді бақылап жүргені беймәлім болуы керек. Соңында оқушылар ақпараттармен өзара бөлісіп қорытынды жасайды. Досының ұсынысымен өзінің жұмысына толықтырулар жүргізеді. Мен бағалаған оқушының коллектив тізбектегі кестесі дұрыс салынған, яғни оның аты берілген саны жазылған. Ал сандық пирамидаға қарайтын болсақ, ол тек біреу сандық пирамидаға салынған, ал биомассалық пирамидаға салып үлгермеген ғой дейін болады. Ал сол үшін пирамиданың ерекшелігі қатты байқалмайды, себебі бірақ пирамида болғаннан кейін оны басқалардан ерекше қылып айта алмаймыз. Маған түскен оқушына берілген дескрипторлар бойынша баға берсек, барлық дескриптордан жетті, алайда және сонымен қатар 10% ережені сақтай отырып, осы тақырыпты ұқты деген ойға келдім. Тек қана айтатыным, екінші биомассалық пирамиданы салған кезде оған тақырыбын қойып, тақырыбын беріп, ерекшелігін айқын көрсету керек. Бағалаудың тағы бір тиімді жолы саяхат картасын толтыру. Оқушылар тапсырмада берілген қарым-қатынас түрлерін сыныптың әр түрлі жеріне ілінген ақпараттарды пайдаланып толтырады. Қиындықтар туындаған оқушыларға мұғалім демеу көрсетеді, яғни оларға қарым-қатынас түрлерінен көмекші ақпараттар ұсынады. Бұл тапсырма соңында оқушылар берілген дайын жауаппен өз жұмыстарын тексереді. Бұл тапсырма соңында оқушылар берілген дайын жұмыспен өз жұмыстарын тексереді. Өзін-өзі бағалау кезінде өз қателіктерін және артықшылықтарын байқап үйренеді. Бұл өз кезегінде оқушының өзін-өзі басқару дағдысын қалыптастырады. Оқушының өзіне берген бағасы мұғаліммен және сыныптастарымен талқыланған жағдайда бұл бағалаудың оң әсері арта түседі. Менің ойымша, мен әртүрлі жануарлардың және өсімдіктердің қарым-қатынас түрлерін ажырата алдым. Және қарым-қатынас түрлерін түрге қатысатын белгімен белгіледім. Бірақ мен
қарым-қатынас түрлері қандай типтерге бөлінетініне көңіл аудару қажет деп ойлаймын. Мен бәсекелестік, кооперация, мутуализм деген қарым-қатынас түрлерін ажырата аламын деп ойлаймын. Және осы тапсырма арқылы бұл түрлерді жақсы ойыма салып, оларға менің ойымша дұрыс мысалдарды келтіре аламын. Бұл мысалға бәсекелестікке өсімдіктер өзара ылғал жарық үшін бәсекелестікке түсуі мүмкін. Алайда менің ойымша мен осы түрлердің толықтай сипаттамасына көңіл бөлуім керек, себебі менің ойымша болашақта сорларда, сойыштарда болмаған керек болады. Кез келген тапсырманы жоспарлау барысында мұғалім екі жақты жоспар құрып отыру қажет. Көпшілік жағдайда сабақ жоспары мұғалімнің сабақта не істейтінін сипаттайды, ал оқушының не әрекет жасау керек екені толық ашылмайды. Сол үшін сабақтың әр кезеңінде өзіңіздің не істейтініңізбен қатар оқушының да не істейтінін жазсаңыз, сабақ жоспарының тиімділігі артады. Мысалға, биологиялық модель жасау кезінде мұғалім және оқушылар деген екі бағаннан тұратын кестені екі жақты іс әрекетіңізді белгілеп отырыңыз. Әр оқушыны қамтыған сайын жоспардың құны өседі. Қалай бағалайтыныңызға аса көңіл бөліңіз. Мысалы, жеке оқушыларды назарда ұстауды белгілеңіз. Қосымша бірнеше жұмыстарды үлгі ретінде даярлаңыз. Оқушылардың шығармашылығын оятуға тиімді қадам болып есептелінеді. Бірақ көшіруге жол бермеңіз. Дескрипторға неғұрлым ұзын тізбек құруды белгілеңіз. Тізбектен қоректік торға айналуын қадағалаңыз. Бұл қадамдар оқу мақсатын тиімді игеруге жол ашады. Бізге берілген жануарлардан біз қоректік тізбек жасадық, және де қоректік тізбектерді қосып, қоректік тор жасадық. Ең басынан келетіні бұл күн өсімдіктермен байланысқан. Бұл фотосинтез арқылы энергияны өндіреді, және де өсімдіктер продуценттер болып табылады, және де өсімдіктермен қоректенетін бірінші реттік консументтер көрсетілген. Бұлар жұлдызғырттар, көбелектер және де қояндылар, яғни шөпқоректілер, және де екінші реттік консументтер. Бұлар құстар, өрмекші және де бүркіт. Және де құспен қоректенетін мысық бар, және де мысықпен қоректенетін бүркіт екеулерін де байланыстырдық. Сонымен бұл қоректік торда үш қоректік тізбек көрсетілген, және де ол осылайша. Бұл топ қоректік тізбекті қоректік тор ретінде көрсете алды. Яғни бұл жерде нақты продуценттер, редуценттер және де бірінші, екінші реттік консументтер көрсетілген. Бірақ та айтылатын бір ұсыныс, ол келесі жолы жұмысты керісінше жасау, яғни ең төменгі бөлігіне продуценттерді қойып, оның үстіне консументтер және де ең соңғы бөлігіне редуценттерді қою. Сабақты көбінесе оқушыларды жарыстыру арқылы өткізу қажет. Оқушыны өз жетістіктері мен нәтижелерін салыстырып, талдау жасауға үйретуіміз тиімдірек болады. Шығармашылық ойындар, мысалы, шахматтағы ат жүрісі. Бір қарағанда оңай көрінгенімен оқушылар арасында бәсеке туындатып, жеңіске жету үшін логикалық ойлануын талап етеді. Трофикалық деңгей 4 пен 5-тен жоғары болу керек деген дескрипторларды ұсыныңыз. Оқушылар оқу мақсатын ойынмен жеңіл игеруге мүмкіндік алады. Жалпы алғашқы ойын бойынша Мерей жеңді, және де оның қоректік тізбегі бойынша шөпті шегірке жейді, шегіркені торғай, ал торғайды қыран жейді. Ал Даниярдың қоректік тізбегі өте қысқа, ол шөп, бұғы, қасқыр. Екінші ойын бойынша тағы да Мерей жеңді, және де оның қоректік тізбегі өте ұзын, ол шөп, шегірке, кесіртке, жылан және бүркіт. Бұл ойын өте қатты логиканы қажет етеді екен, себебі біз жай ғана жүре берсек және басқа жануарды жей берсек, біздің қоректік тізбегіміз өте қысқа болып қалады. Оны ұзарту үшін біз біраз өз ой санамызды қосып, кез келген жүрісімізді қатты ойлануымыз керек.
Оқушылардың өзара бағалауы досының бағасы бағалауды үйретудің толыққанды әдісі болып табылады. Өзара бағалау оқушыларға бір-біріне жүргізген бағалау негізінде оқу мақсатын бекітуге мүмкіндік береді. Бұл бағалау түрінің артықшылығы оқушылар басқалардың жұмыстарының әлсіз және мықты жақтарын байқап үйренеді және өзіне салыстырмалы түрде баға беріп, өзінің алға жылжуын талқылай алады. Оқушылар жұмысты алдын ала белгіленген дескрипторлармен бағалайды. Басқалардың жұмысын бағалағанда өз жұмысындағы қателіктерді көріп, қажет болса түзетуге мүмкіндік алады. Бірін-бірі бағалау әлеуметтік және коммуникативтік қабілеттерді жақсартуға көмектеседі. Оқу үрдісінде өзара бағалау үнемі қолданылса, оқушылар баға мен бағалаудың маңызы жайлы тереңірек ұғынады. Топта квадрат әдісімен популяциядағы ағзалардың кездесу жиілігіне оқушылар зерттеу жүргізді. Зерттеу қорытындысына оқушылар өзара бағалау жүргізді. Оқушы сарапшы және кеңесші рөлінде әрекет ету арқылы өз біліктілігін арттыра алады. Сонымен қатар оқытудың сапасы өсіреді. Зерттеу деректерін және де екі гүлдің кездесу жиіліктерін біз топпен бірге анықтадық, сондықтан олар бәрінде де бірдей болды. Ал математикалық есептеулерді әркім өзі жүргізді, және де Келдібектің математикалық есептеуі дұрыс болды. Алайда Келдібек бұл есептеулерге сүйеніп қорытынды жазған жоқ. Келдібек, мен саған ұсынысым, келесі жолы өз жұмысыңды қорытындыла. Әділеттің жұмысын бағаласам, әділет осы 5 дескриптордың 5-ін толық орындады. Біріншіден әділет зерттеу деректерін жинады. Себебі біз топпен жинаған болатынбыз. Және де қоңырау гүлдің кездесу жиілігін дұрыс анықтады. Ол әділетте 65,6%, оны дөңгелектегенде 66%-ға тең болды. Бұл біз дерек деп танылдық. Және математикалық есептеуге берілген формуланы қолданды. Бірақ қорытынды жасалған жоқ, және оған қоса осы популяцияның кездесу жиілігіне әсер ететін факторларды анықтамады. Келесі ретте соңғы 2 дескрипторға көп мән берді. Әрқашанда оқушының мықты жағы мен қызығушылығын дамытуға жұмыс жасаңыз. Оқу мақсатын игеруде жұмысты біртіндеп күрделендіре түсіңіз. Мысалға, оқушылардың ерекшелігіне қарай экожүйедегі жыртқыш құрбан моделін зерттеуге жасанды экожүйені ұйымдастырыңыз. Оқушылар зерттеудің нәтижелерін жинасын. Бұл дайын берілген кестелер мен графиктерге қарағанда әлде қайда қызықты және пайдалы болады. Оқушылар өз зерттеулері нәтижелерін жинау үшін кесте құруды үйренеді, нәтижелерін графикке салады. Берілген зерттеудегі тәуелді және тәуелсіз айнымаларды анықтайды. Бұл әрекеттер оқушыларды бірлескен түрде нәтижеге жету үшін бірін-бірі оқыту арқылы сапалы білім алуға бағыттайды. Кез келген тапсырмаларды орындау барысында кедергілерді шешуге дайын жауап бермеңіз. Оларды сұрақтар негізінде өздері шешуге жетелеңіз. Сонымен қатар, оқушылардың тек қана бағалауына ғана емес, оның жаңа дағдылар игеруіне назарларын аудартыңыз. Оқушының әрбір қадамына кері байланыс уақытында конструктивті түсінікпен берілу керек. Сонда жақсы нәтижеге қол жеткізуіңізге сенімді боласыз. Наверное, график это дуршат, когда там будет типа резкий пик, потом оно будет заедно как-то. Это почти все. Ну вот так вот. Получается. Мою кисть, я не знаю, что на убрел какие-то. Почему еще Қалған жыртқыш саны. Еще қосыла бермейді ол, екі есенен сүрі қалды. Қалған жыртқыш саны. Тебе просто жаңа жыртқыш қалды. Жыртқыш саны. Қалған жыртқыш саны. 2. Біз жыртқыш құрбан жүйесінің графигін жасадық. Яғни бастапқыда біздің тапсырмамыз ол жыртқыш құрбан жүйесін, яғни өзіміздің көзімізбен көретіндей етіп, оларды осындай стикерлермен яғни көрсету. Сол тапсырма барысында біз көптеген қиындықтарды көрдік. Біріншіден біздің қателігіміз сол тапсырманы аяғына дейін түсінбей,
оған кіріскеніміз. Яғни біз тапсырманы аяғына дейін түсініп, оны талдап, содан кейін ғана кірісуіміз керек болған. Бірақ біз сол тапсырманы талдамай бірден кірісіп кеткендіктен біздің көп уақытымыз кетті, біріншіден. Одан кейін графиктің өзін тұрғызғанда біздің графигіміз өте кішкентай болып шықты. Сондықтан осы графиктің масштабын қадағалауға көбірек көңіл бөлуіміз керек. Бұл тапсырмада бағалау үшін бақылау әдісін қолдану тиімді. Мұғалім оқушының жұмыс барысындағы әрекетін сырттай бақылайды және қысқа жазбалар жазады. Жазба жүргізу кезінде оқыту барысы мен оқушының дамуына нақты назар аударылуы керек. Бақылау нәтижесінде мұғалім өз қызметін сараптайды және оны келесі сабақтарды жоспарлауда ескереді. Оқушыларды жүйелі бақылаудың нәтижесінде оқу мен оқыту үрдісіне тиімді өзгерістер енгізіп, оқытудың әдіс тәсілдерін жақсартуға болады. Бұл топтың графикі дұрыс сызылған, себебі оларда тәуелді және тәуелсіздер дұрыс орналасқан. Сонымен қатар олар толықтай графиктің құру ережелерін сақтаған. Яғни жыртқыш пен құрбанды дұрыс белгілеп, қай осьте не жатқанын жазып шыққан. Сонымен қатар осы графиктің тақырыбы да бар, ол жыртқыш құрбан принципі. 1 минуттық эссе әдісі. Бұл әдіс мұғалімге оқушылардың не қабылдағанын анықтаудың таптырмас құралы. Мұғалім қысқа сұрақтарды қою немесе арнайы құралдармен көрсету арқылы оқушыларынан қайтарым жинай алады. Бүгін жаңа не үйрендіңіз? Сабақта не істедіңіз? Не түсінбедіңіз? Не өзгерткіңіз келеді? Тағы да қандай сұрағыңыз бар? Қосымша не ұсына аласыз? Сұрақтар түрі және саны әртүрлі бола алады. Олардың қолданысы қашан және қалай қойылуда мұғаліммен шешіледі. Мұғалім қысқа эсселерді оқу арқылы өз уақытын үнемдейді. Сабақта нені түсіндіре алмағанын ұғады. Оқу үрдісіне талдау жасай алады. Оқушылардың қажеттілігін анықтайды және оң өзгерістер жасап үйренеді. Сонымен қатар оқушының өзі де өзіне баға беріп, бүгінгі күнгі алған білім мен ертеңге не көңіл бөлу керек екенін, қандай бағытта жұмыс жасау керек екеніне үлкен бағдар алады. Бұл сабақта мен өсімдік популяциясына әсер ететін факторларды білдім. Және бүгінгі тақырып маған не үшін маңызды десеңіз, мен өсімдіктер популяциясын зерттеуді және сауалнама алуды үйрендім. Біздің бүгінгі сабағымыз түсінікті болды. Мен бақшадағы өсімдіктердің популяциясын қалай зерттеу керек екенін түсіндім. Сонымен қатар осы практикалық жұмыста мен жергілікті жердегі популяцияны қалай зерттеу керек екендігін үйрендім. Ал бұл сабақта қиын болғаны ол формуланың мағынасын түсіну және оны дұрыс қолдану болды. Бүгінгі сабақ популяция жайлы болды және осындағы сұрақ, бұл сабақ қаншалықты қиын болды? Мен осы сабақ қиын емес деп есептеймін. Сабақтың басында кейбір сұрақтар болса да, сабақ барысында осы сұрақтарға жауап алдым. Сонымен семинарымыздың практикалық бөлімі аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.